Павлодар облысы жоғары техногендік ластануға ұшырайды. Өйткені өңірде энергетика, қара және түсті металлургия, тау-кен өндіру, мұнай өңдеу және химия өнеркәсібі секілді ірі экономикалық салалардың экономикалық қызметі жүзеге асырылуда. Атмосфераға ластауыш заттардың жалпы шығарылымы облыстың 3 қаласында орналасқан. Өнеркәсіп кәсіпорындарының қалыптасуына, сондықтан шығарындылардың 48% Екібастұзда, 24% Ақсу қаласында және 26% Павлодарда шығарылады. Павлодар облысының аумағында негізгі су объектісі Ертіс-Шекаралық өзені болып табылады. Ертіс өзенінің су сапасы орташа ластану деңгейі деп бағаланады. Павлодар облысында ерекше қорғалатын табиғи аумақта, соның ішінде Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде Жасыбай, Торайғыр, Сабындыкөл және Біржандыкөл көлдері бар. Олардың жағдайы ерекше назар аударуды қажет етеді. Павлодар облысында ауыл шаруашылығы өңіріне қолайлы айтарлықтай жер ресурстары бар. Алайда ауыл шаруашылығына жер учаскелеріне жарамдылық дәрежесі әртүрлі, бірақ тұтас тыйылған аймақтың аз ауыл шаруашылық дақылдарының егіс алқабының орташа яғни облыс бойынша панниттік балы 18 гектар. Жоғары өнімдік жайылардың үлесі 4% құрайды. Облыс шекаралық шоғындарға бай, бірақ олардың жартысы ылғалды және батпақты жерлер болып табылады.